Сәлеметсіздер ме балалар? Менің арнама қош келдіңіздер. Сабақ алдындағы көңіл-күй. Сабақта бір-бірімізді сыйлаймыз, тыңдаймыз, уақытты үнемдейміз, нақты дәл жауап береміз. Сабақта өзіміздің шапшаңдығымызды, тапқырлығымызды көрсетеміз. Сабаққа белсене қатысып, жақсы баға аламыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы қысқа и дыбысы және әрпі. Әліппе пәні 52-ші сабақ, 1-ші сынып. Қысқа и дыбысы және әрпі. Оқу бағдарламасына сәйкес күтілетін нәтиже. Оқу түрлерін қолданады, түсініп оқиды, сызба, модель, сурет белгілері арқылы сөз, сөйлем, шағын мәтін құрастырады. Тақырыбы мен иллюстрациясы бойынша мәтіннің мазмұнын болжайды, өз ойын білдіреді. Айтылуы және жазылуы бірдей сөздерді еске сақтап бойынша жазады. Көркем жазу талаптарға сай жазу жол аралығын, жолдың жоғарғы және төменгі сызықтарын сақтап, әріптердің өзара байланыс элементтерін жазады. Оқулықпен жұмыс. Оқулықта берілген сөздерді тұтас оқып шығайық. Қане балалар, бірге оқиық. Май, шәй, бой, той, сай, сайман, алақай, қалақай. Жарайсыңдар балалар. Қай әрпі сөздің ортасында, соңында кездесіп тұр. Балалар, суреттерге мұқият назар аударыңыздар. Т әрпі. Оған ай сөзін қосып оқысақ, қандай сөз шығады? Тай сөз шығады. Тай сөзі бір буын. Келесі тапсырма. Буыннан сөз құрап оқиық. Ай деген буынға шаны қосып, Айша, Айдос, Айқын, Айман деген сөздер шығардық. Бұл сөздердің барлығы адам аттары. Қане балалар, адам аттары қалай жазылады? Дұрыс айтасыздар. Адам аттары бас әріппен жазылады. Қай әрпі сөздің ортасында кездесіп тұр екен. Келесі қаймақ, айран, тамақ, қуыршақ, сылдырмақ, ойыншық, ұшты, санамақ. Бұл ойын түрлері. Жарайсыздар балалар. Жаса, құрастыр. Бұл жерде сөйлемдер берілген екен. Сөйлемдерді орын-орнына қойып, мәтін құрастырамыз. Балалар аулада Айнұр сурет салды, ал Айбар мен Айдын дойбы ойнады. Жарайсыздар балалар. Ойлан тап. Бұл ойын қалай аталады? Бұл асықпен ойналатын ойын атауы хан талапай деп аталады. Хан талапай сөзін буынға бөлейік. Хан талапай. Бұл сөзде 4 дауысты дыбыс бар, 4 буын бар. Сергіту сәті. 2 қолмен жұмыс жүргіземіз. Яғни көк түс берілсе, алақанымызды ашамыз. Қызыл түс, окей. Сары, керемет. Жасыл түсті көрсек, жасыл түс, жұдырықты жұмамыз. Сары, окей. Қызыл, керемет. Сары, окей. Көк, алақанымызды ашамыз. Жасыл, қолымызды жұмамыз, жұдырық қылып. Көк, алақанды ашамыз. Жасыл, қолымыз жұмамыз. Қызыл, окей. Көк, алақанымызды ашамыз. Сары, керемет. Міне қалған жолды балалар өздеріңіз үйден жасап көріңіздер. Дәптермен жұмыс. Дәптерде Ай, Айдос, Йод, Сырнай, ойыншық, байрақ, Айнұр сурет салды деген сөздер берілген екен. Осы сөздерді және сөйлемді дәптерге әдемілеп, жақсы етіп көшіріп жазасыздар. Ойын қызықты болды деген сөйлемді дәптерге көшіріп жазасыздар балалар. Кері байланыс. Бағдаршам әдісі. Қызыл түс түсінбеймін, сары орташа түсіндім, жасыл барлығы түсінікті. Яғни балалар, бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болса, бастауыш сабақтар арнасына тіркеліп, қолдау көрсетіп қойыңыздар. Сау болыңыздар балалар. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Балалар, зейіндеріңіз ашылсын.